медик студентке оқу күнін тиімді өткізудің ең мықты тәсілі ол күнді жоспарлау. Жалпы оқу процесіне біздің режим мен организміміздің биологиялық ритмінің тұрақты болуы маңызды болғандықтан, күнделікті бір уақытта ұйқыға жатып, бір уақытта ұйқыдан тұруға тырысамын. Жуыну және таңғы ас ішу менде 30 минут алады. Кейін бүгінгі болатын сабақты қайталаймын. Маңызды әрі күрделі жұмыстарды күннің бірінші бөлігінде, жеңіл әрі қосымша жұмыстарды түстен кейін орындау керек. Киініп алып сабаққа шығамыз. Бүгін бізде жедел жәрдем қызметіндегі техникалық қауіпсіздік бойынша семинар. 1,5 сағаттан соң семинар аяқталды. Кейін залға келдім. Себебі денсаулықты баланста ұстау да маңызды істердің бірі. Үйге келген соң 30 минут 1 сағат түскі ұйқының жоспарын орындап, ертеңгі күннің үй тапсырмасын жасаймын. Күннің екінші жартысында түскі ас ішіп, қосымша кітаптарымды оқып, подкаст тыңдап, медитация жасап, үйдегілермен уақыт